бұл сетті білмейді, бұл жас бала деп ешкім келмеді. Бірақ біз тоқтамадық, жайлап жүрсек те, бірақ стабильно өсіп келе жатырмыз. Құдайға шүкір, бүгін жаңағы статустар дегенді білесіздер ғой. Бүгін біздің енді команда өте үлкен, СНГ 33 елде, мемлекетте біздің партнерларымыз бар. Енді айта кетсек, мен алғашында бір сетевойдан шыққан бір миллионерді көрейін деп, армандайдым, бір сөйлесейін деп. Бір кісіні таптым, сол кісімен барып сөйлесейін деп едім, мені мойындамады. Мен сөйлеспедім, не то что амандаспадым. Сол үшін интернешнлға келген кезде, Құдай қаласа, Қазақстанымызда болсын, жаңағы көрші мемлекеттерден нағыз шынайы миллионер шығарамыз деп. Бүгін, міне 4,5 жыл болды, біздің Қазақстан мемлекетінде уже 1 миллионеріміз бар. Бізбен бірге бастаған күні-түні жаңағы салтанаттың тарихын барлықтарыңыз білетін жастар, Ауропалас, мен деген сияқты. Бірақ адам жетем десе жетеді екен, істейм десе істейді екен. Түсініңіз бе? Сол үшін бүгін мысалы айтсақ, енді Құдай қаласа краун тайм біреу болады. Грит мачо деген жаңағы не бар? Ол мынандай медаль беретін, онда бізде 3 адам бар. Трипл даймонд деген менің командамда, трипл даймонд деген $400,000 алған адамнан 7 бар. Дабл даймонд деген $120,000 жоғары алған адам, ол 24 адам бар. Даймонд директор деген $40,000 жоғары табыс тапқан адам, енді қанша 96 ма 97 ма сондай бір. Ал енді сафирдан изумрудқа дейін мысалы $4,000-дан $40,000-ға дейін алған адамның енді шын керек санын білмейміз.